13 өңірде ұн қымбаттады. Сәйкесінше кей аймақта нанның бағасы көтеріліп шыға келді. Сарапшылар өсім алдағы уақытта да болады деп отыр. Байқасаңыз, бір бөлке нан қазірдің өзінде 100-150 теңге тұрады. Әрі қарай баға тағы көтерілсе, жұрт не істейді? Өңірлердегі жағдайды тілшілеріміз жеткізіп берсін. Дүкенге келіп, ұнның нан өнімдерінің бағасын сұрадық. Бірінші сұрыпта ұнның келісі 900-950 теңгеге жеткен. Тағы да өсуі мүмкін. Ал күнделікті алатын бөлке нан 100-150 теңге. Өзге нандар түріне қарай 300-500 теңгеге дейін барады. Ет қымбаттап жатыр, нан қымбаттап жатыр, 5 теңге, 10 теңге қосылып жатыр күнде-күнде. Қалтаға жетіспейді, кейбіреудің нан алатын ақшалары болмай жатыр. Мука очень сильно подорожала. Ұнның бағасы шарықтап кетті. Мен жұмыссызбын. Қазір тоқаштар пісіріп өткізіп жүрмін. Өте қиын болып кетті. Дәл қазір ұн алуға шықтым, күн көру керек. Ақша көп кетеді бізде, мысалы. Адам зарплатасы көтерілмейді, бірақ нанның бағасы көтеріліп отқан обидно да просто. Жыл басындағы көрсеткішпен салыстырғанда аса маңызды тауарлар бағасы 3,2%-ке, ал өткен жылдың дәл өсі мерзіммен салыстырғанда 6%-ке өсті. Сарапшылардың айтуынша өсім әлі де күтілуде. Ішкі өндіріс жеткіліксіз, импортпен келген товарлар баға теңге құнсызданған сайын оның бағасы өсе береді. Осы және де біз Евразиялық экономикалық одақты құрамыз деп, Ресеймен бір одаққа кірдік. Сол Ресейдің инфляциясы да бізге, импорт инфляция деді ғой, бізге келеді. Соңғы аптада жұмыртқаның да бағасы өскен. Бір аптада бірден 1,2%-ке көтерілген. Ұн мен жұмыртқаның қымбаттауы сөзсіз нан өнімдерінің бағасына да әсер етеді. Шымкентте нан пісіретін наубайхана көп. Ондағы мамандар бұған не дейді? Әріптесім Айзада Төребекқызы жалғастырады. Шымкентте ұн қымбаттай салысымен артынша нан бағасы өсті. Кемінде 10 теңге қосылған. Тандыр нан жабатындардың сөзінше, бір қап ұнды бұрынғыдан 4-5 мың теңгеге қымбат алып жатыр. Тандыр нанның ең арзаны 140 теңгеден сатылуда. Бір апта бұрын 130 теңге болған дейді сатушылар. Құрамына қарай бағасы да жоғарылайды. Қымбаттау себебі оның қымбаттап жатқан деп алып келеді әкелетіндер. Бізге келіп жатқан баға енді соған біз артық қоспаймыз, азымыз қосамыз. Сонымен алушылар да сөйлеп кетеді. Әлеуметтік нанның бағасы да өскен. Бір бөлке нан шағын дүкендер мен базар сөрелерінде 110-120 теңгеден сатылып жатыр. Есептесе, оннан 170-тен алды кеше магазин. Білмеймін, арзандатсаң да шайнана халық қиын болып кетті. Ұн да қымбат, нан да қымбат. Айтып жатыр ғой, телевидениенің өзінде айтты. Бізде ұн жеткілікті. Биылдыққа ешқандай қымбаттамайды деп айтты. Ал неге бұяқтарда қымбат? Қымбат алып жатырмыз, бір апта бұрын мұндай емес тұғын баға. Шымкентте ұн қымбаттағалы 3 апта болып қалды. Ол кезде атқамінерлер баға бақылауда деген болатын. Ал жауаптылар баға тұрақты деуден танбай отыр. Қауымдастық өкілдері де жеңілдетілген ұн алатын наубайханалардың қоры жыл соңына дейін жеткілікті екенін жеткізді. Соған қарағанда бірінші болып бағаны өсіргендер қоры аз, шағын нан жабатындар секілді. Айзада Төребекқызы, Нұрғазы Жүніс, Әйгерім Пернебек, Астана Таймс.